Футбол өте қызықты әрі тартысты ойын, бірақ жанкүйерлер футболдың бәрі қызықты деп санамайды. Ойынның көптеген жанкүйерлері үшін 11 метрден соққы қызықсыз әрі бір-біріне ұқсас нәрселер. Қазір сіз олай еместігін көресіз. Бұл футболдағы ең қызықты 10 пенальти. 2011 жылы болған Араб Әмірліктері мен Ливан арасындағы жолдастық ойында әмірліктердің ойыншысы пенальти тебуге өзгеше басқаша келді және өкшесімен тепті. Бірақ бұл бастаманы төрешілер де, екі команданың бапкерлері де бағаламады. Ойыншы дисквалификация алды, бірақ бұл жағдайда командаға 7-2 есебімен жеңіске жетуге кедергі болмады. Ауғанстан мен ойын кезінде Мальдив аралдарының ойыншысы Оды Ошадыға үлкен сенім артылды. Асад алдымен сәтсіз орындап, содан кейін бірден баспен соққан әдемі голынан кейін өзін ақтап алды. Нәтижесінде ойын тең есеппен аяқталды. Рочдейл мен Брэдфорд Сити арасындағы ойын қақпашының өрескел тәртіп бұзуынан кейін Ян Хендерсон орындаған айып добы белгіленді. Бұл басқа ойыншылардың реакциясы болмағанда қарапайым айып добы болатын еді, ал соңында өте әдемі ойнатылған айып добы болды. Егер сіздің сүйікті командаңыз әрдайым ұтыла береді деп шағымдасаңыз, келесі Сан-Паулу командасының ойыншысын қараңыз. Ол бразилиялық Атлетико командасының қарсы ойында допты тіпті тура тебе алмады. Кейде команданың жеңісі үшін жақсы қақпашының жетіспейді, ал жеңіліс үшін әлбетте 3 рет теуіп, қақпаға тегізе алмайтын нашар футболшылар керек. Бұл жағдай француз лигасының Ван және Тарын командасының ойын кезінде орын алды. Ван командасының қақпашысы пенальти және одан кейінгі 2 сәтте командасынан голдан аман алып қалды. Бұл пенальти емес, айып добы, бірақ оны көрсетпеу қылмыс болады. МТС және Смаргон арасындағы ойында бірінші команданың ойыншысы Артем Концевы басқа ойыншының пасынан кейін әдемі гол салды. Керемет командалық жұмыс. Нашар ойыншының ойнауы үшін не кедергі? Мүмкін өзінің аяғы шығар. Міне теп-тегіс жерде қарсыластар жоқ кезде қақпашыны жіберіп алу мүмкін деген оймен тек қана допты тіке тебу ғана қалмаған футболшының көріп тұрсыз. Егер ол тегіс жерде сүрінбесе, бейшара футболшы болмас еді. 2006 жылғы әлем чемпиондағы Франция мен Италияның атақты ойын кезіндегі Италияның ойыншысы Матерацци қарсы ойын тәртібін бұзғаны үшін айып добы белгіленді. Айып добын сол кезіндегі ең үздік пенальти орындаушысы Зинедин Зидан орындап, Италия құрамасының қақпасына әдемі гол салды. DVP және TVN командаларының арасындағы француз лигасының жолдастық ойындағы команданың ешқайсысы да ойын кезінде гол соға алмай, жеңімпаздық анықтау үшін пенальти сериясын белгіленді. Қарсылас қақпасының гол соққан ойыншы өзін ерекше орындауымен есте қалды. Ванаттардың жанкештілігін Канзас Сити мен Портланд Тимберс арасындағы келесі пенальтиден көруге болады. Бірінші команданың ойыншысы өз командасы үшін сәтсіздікке айналған пенальти тепті. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар және әрине жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.